Сәлем достар. Бүгін жайын балығынан екі түрлі тағам пісіремін. Мінекей мынау жайынның құйрығы бір бөлігі. Бұны тандырға пісіретін боламыз. Ал енді екіншісін қазанға, таза қазанға қуыратын боламын. Так, бұл балықты жудым, тазарттым, сорықтырдым. Мына жерде артық жерлерін қиып тастаймыз. Так. Енді мен бұны бүйтіп кесетін боламын. Так, мына жағын кесеміз. Бұны деген енді бүйтіп кесем, ато менің сеткіме сыймайды ато. Так, енді достар, бұны табаққа саламын. Так, енді тұздаймыз. Тұздағанда бүйтіп тұздаймыз кәдімгідей. Досын, ондай көп етпейміз, бірақ тұздаймыз. Бұл балыққа тек қана тұз, бұрыш, сосын копченый паприка салам, басқа ештеңе салмайым. Қасынан да тұздаймыз. Енді бұрыш саламыз. Бұрышын бүйтіп салып, кәдімгідей керемет қып бұрыштаймыз. Так, сосын мынанда бұрыштар шамалы, сәл-пәл дұрыс бұрыштарға өздеріңіз по вкусу білесіздер, өздеріңіз егерде жасайтын болсаңыздар, по вкусуға. Енді мен бұған копченый паприка саламын. Копченый паприканы енді болмайды салмасқа, бізде үйдегілер жақсы көреді. Менің мынау мына құйрықты бар ғой, мен жолдасыма арнап пісірем. Жолдасым күшті көреді осыны. Осы құйрық жағыншы жайынның. Жақсы күшті жейді. Мынада паприка салып жібердім. Копченый паприка бұл деген. Бұны енді, достар, бұны мен деген жарты сағатқа қойып қоям. Жарты сағат өз жарайды. Мінекей. Осылай болды. Осылай тұрады. Бұл енді кеудесі жаңағы жайынның кеуделері. Мінекей. Бұны балаларыма пісірейін деп жатырмын. Бұған да мінекей тұз салдым. Бәрін по вкусу салам мен. Өзім қарайын да. Осылай. Сосын точно ұшады. Бұған да мен копченый паприка салып жіберем. Бұл жуылған, заранее жуылып, дайындап қойған. Аптасы бәрі. Лимон шырын саламын. Мінекей. Бұны да жарты сағат қоямын. Сосын сразу қуырамын қазанға. Мына қазанға қазір балығымды қуырамын. Мына тандырға жаңағы балықтың құйрығын пісіретін боламын. Достар, мен көктің майына қуырамын. Мынандай көктің майы. Соған қуырам балықты.
5 минут бұқтырамын, содан соң аламын, уже жеуге дайын деген сөз. Так, мінекей 5 минут бұқтырған сияқты жасады. Енді жеуге болады, мінекей қараңдар достар. Мінекей. Пожалуйста. Енді қалғандарында сөйтіп ұнға бұлғап, бір жағын қуырып, екінші жағын қуырып, шамалы қалғанда бұқтырам 5 минуттай. Сол кезде пісіп шығады. Достар, мінекей мен осылай етіп қуырдым ғой міне, я. Мен енді мына шамалы бұқтырам. 5 минут бұқтырам бүйтіп. Окей. Тұздап, бұрыштап, тандырға саламыз. Қазір жаңағы жайымен жейтін боламыз. Так. Бұрышып саламын. Сосын менде деген жаңағы не бар? Соль. Копченый соль деп аталады бұл. Копченый соль салып жібереміз. Так. Мына майды салам. Енді барлығын қосып араластырам. Мынаны мұнда саламын барлығын. Так. Майлаймыз, решетканы майлаймыз. Майлаймыз решетканы. Тщательно. Так, балығымызды. Екеуі сыймайды, сосын мен біреуге салып отырмын да, бір-бірден. Так, мінекей. Біреу дайын болды. Екіншісін дайындаймын. Бұны да майлаймыз. Так, екіншісін саламын. Жабамыз.
мінекей. Енді бұны саламыз тандырға. 15 минуттан кейін аламыз. В общем, салып болдық. Енді тандырға апарып саламын. Так, мінекей. Балығымыз толып болды, әдеп дайын деген сөз. Сразу бұқтырылып. Мама, иісі қандай күшті. Бір сағат естіген. Күшті. Балаларыма дайындап атқан түскі ас. Қандай керемет. Достар, қараңыздар. Достар, осымен түскі асым дайын болды. Жайынан 2 түрлі тағам жасадым. Мінекей, жолдасыма пісірдім, балама пісірдім. И балаларыма үйдегі барлықтар отбасыма пісіріп жатырмын. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Алда бұдан да қызық видеолар болады. Өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше.